Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ешқандай да акциямен трейд жасамай, тек қана белгілі бір дивиденд төлейтін компаниялардың акцияларын сатып алу арқылы ақшаңызды өзіңізге жұмыс жасата отырып, қалай табыс табуға болады, ештеңе жасамай-ақ. Сол туралы айтатын боламын. Мен Камасток компаниясының 5 штук акциясын сатып алған болатынмын. Қазір көрсетемін. Бізде бұл жерде дивиденд деген жерде 4,86% дивиденд төлейді. Яғни ол доллармен есептейтін болсақ $0,50, яғни 50 цент төлейді. Бір акция сатып алғаныңыз үшін мен ол компанияның 5 акциясын сатып алған едім. Яғни $0,50 бір жылда төлейді. Бір жылда бізде 4 квартал бар. 4 кварталға бөлетін болсақ, бірде $0,125. Бірақ маған $0,124 төледі. 5 акцияға менде $0,62 түсті. Оны қазір келесі видеода көрсететін боламын сіздерге. Өзімнің торговый счетымнан. Енді осы жерде сіз $0,62 емес, мысалға $100 немесе $1000 алғыңыз келсе, онда қалай есептейсіз? Егер де сіз осы компаниядан квартал сайын $100 табыс тапқыңыз келсе, дивиденд арқылы, онда 0,50-ді 4-ке бөлгенде бізде $0,125 шығады. $0,125-ті $100-ды $0,125-ке бөлеміз. Осы компанияның 800 штук акциясын сатып алсаңыз, сіз ай сайын емес, квартал сайын $100 табыс таба аласыз. Достар, мен Камасток компаниясынан 5 штук акция сатып алып, өзімнің портфеліме сақтап қойдым. $12,39 сатып алғанмын. Қазір $10,27 деп тұр бағасы. Бұл дивиденд төлейтін компания болғандықтан мен өзімнің портфеліме сақтап қойдым. Мына жерде өзіміздің шотымызға кіргенде движение денег деген жер тұрады. Осы жерден, мына жерде дивиденд деп көрсетіліп тұр. Маған квартал сайын дивиденд түсіп тұрады. Осы кварталда 5 акцияға $0,62 түсті. Осылай сіздерге сообщение келеді. Енді келесі видеода сіздерге налогты қалай төлеу керек екенін көрсететін боламын. Ол жерде сразу америкалық компаниялар сізге дивиденд бергені үшін 30% ұстап қалады. Оны 15%-ке азайтуға болады. Оны қалай азайтамыз? Келесі видеода көрсететін боламын. Сіздерге счетқа дивиденд түскен кезінде ваш счет пополнен деп сообщение келеді. Мен қазір ол почтамдағы ол сообщение таппай отырмын. Негізінде сондай сообщение келеді. Содан кейін сразу 1-2 күнде сізге мынадай сообщение келеді. Сізге 8BN үлгісін толтыру қажет. Бұл үлгі сізге американдық бағалы қағаздардың дивидендтері мен купондары бойынша қосарлы салық салуды болдырмауға және де салықтарды жеңілдетілген мөлшермен төлеуге көмектеседі дейді. Бұл жерде 15% көрсетіп тұр бізде. Яғни сіздер осы форманы толтырсаңыздар, сізге дивидендтен түскен ақшаның америкалық брокерлер өздері 30%-ын алып қалады сол ақшадан. Соны 15%-ке азайту үшін біз осы үлгіні толтырамыз. Қазір келесі видеода оны қалай толтыру керек екенін көрсетемін. Trader.net'ке кіріп аламыз приложениеға. Не торговое поручение деген бетке кіреміз. Осы жерде форма көрсетіліп тұрады. Форма 88 деген. Осыны толтырамыз. Мына жерде барлық данныйларыңыз тұр. Егер сәйкес келетін болса, осы данныйлармен тек қана бұл жерге галочка қойып кетесіз. Почтовый адрес совпадает деген жерде галочка қоясыз. Мына жерге галочка қоясыз.
жерге Қазақстан дегенді белгілейміз. Странаға почтовый индекс Шымкенттікі 16.000. Мына жерден да, я имею право на пониженную ставку дегенді белгілейміз. Сосын төменге түсеміз. Подтвердить дегенді басамыз. Мына жерге формамен таныстым деп басамыз. Мына жерге получит смс-код дегенді басамыз. Смс-код келеді, соны жазамыз. 448 411. И подтвердить дегенді басамыз. Мына жерде мына белгіленбей қалыпты. Қайтадан подтвердить дегенді басамыз. Выберите страну. Қазақстан 15%-ке азайтамыз дегенді, міне Қазақстан 15 деп белгіледік. Чтобы бізге дивиденд түскен сайын 30% емес, 15% ұстап қалады налог. Соң сіздерге осылай исполнено деп шығып тұрады. Достар, егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арналарының дамуына үлесіңізді қосып, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.